Сандуғаштан бірінші практика. Дәл осындай слайдты PowerPoint бағдарламасында қалай жасаймыз? Ол үшін алдымен PowerPoint бағдарламасын ашамыз. Артық элементтердің барлығын өшіріп тастаймыз. Вставкаға барып, фигуры бөліміне барып, мына фигураны қойып аламыз. Слайдтың жарты бөлігіне қойдым, одан кейін оның түсін таңдаймыз. Контурында дәл осы цветпен қоямыз. Болды. Енді бұл фигураны копировать етіп алып келіп қоямыз. Оның түсін басқа түспен қоямыз. Контурында дәл осы түске ауыстырамыз және осылай орналастырамыз. Копировать етіп алып келіп тағы қоямыз. Оның түсін басқа түске алмастырамыз. Төртіншісін қоямыз. Контурында дәл осы түске ауыстырамыз. Міне осылай қойып алдық. Енді вставкаға барып, фигуры бөлімнен мына бір фигураны алып мында қоямыз. Осы жерге әкеліп орналастырып, оны осы жасыл түске бояймыз. Контурында дәл осы түспен бояймыз. Дәл сол секілді осыны копировать етіп, басқаларға қойып, сәйкесінше түстерін таңдап шығамыз. Және соңғысына келіп қоямыз. Және осыдан кейін бетінде тұрған фигураны кішкентай фигурасымен бірге Ctrl пернесін басып тұрып белгілеп алып, мышканың оң жағын басып группировать етеміз. Екінші фигураға келеміз, кішкентай фигурасы белгілеп алып, тағы да группировать етеміз. Дәл осы алгоритмді келесі сары фигураға да қайталаймыз. Және соңғысы жасыл фигураны алып группировать етеміз. Енді болды. Осыдан кейін біз бірінші слайдымызды дублировать етеміз. Осы жерге көшіріп алдық және жасыл бөлігін біз үлкен етіп орналастырамыз және вставка бөлімінен барып Word деп текст орналастырып. Осы жерге қойдым. Мәтін деген жазуды оның орнына сіздер өз қалауыңызша текст орналастырасыздар. Вставка бөліміне барып, значки деген бөлімнен қажетті бір значкиді таңдап аламыз. Әкеліп үлкейтіп орналастырамыз. Енді осы слайды тағы да дублировать етеміз. Енді үстіндегі сарыны үлкен етіп сызып, мына значкиді, мына жердегі мәтінді өзгертесіздер. Мына значкиді удалить етіп тастап, вставкадан басқа бір значкидің суретін әкеліп қоямыз. Мысалы, мынау болсын. Қойылды, үлкен етіп мында сызамыз. Болды. Енді үшінші слайдымызға да тағы осыны дублировать етіп аламыз да, мына бір белгімізді үлкейтіп алып, тағы да значкиді өзгерте қоямыз. Үлкейтіп орналастырамыз. Және дублировать етіп алып келіп, бесінші слайдымызға келіп, тағы да үлкен етіп созып, мына значкиді басқа значкиге алмастырамыз. Одан кейін әрбір слайдқа барып, переходыға барып, трансформация деген переходты таңдап аламыз. Біздің слайдтарымыз дайын болды. Енді басынан бастап көрейік. Біздің бүгінгі бірінші практикамыз аяқталды. Қайталап жасап көріңіздер.
және де сандуғаштан практика деген хэштегті белгілеуді ұмытпаңыздар. Кәделеріңізге жарасын.